Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Баспана тағы қымбаттауы мүмкін. Тұрғын үй нарығына 20 жыл бұрынғы салық қайта енгізілмек. Мәселе қосымша күн салығы жайында болып тұр. Сарапшылар бұл жүктеме енгізілсе, құрылыс саласында өзгерістер болатынын айтып отыр. Осыдан 20 шақты жыл бұрын алынып тасталған салық қайта оралады. Осылайша салық реформасы құрылыс саласын өзгеріске ұшыратпақ. Сарапшылар баға өсетінін сөзсіз екенін айтады. Құны көтерілген соң баға төмендейді. Сондай эконом және комфорт класс тұрғын үйлер қысқарады. Ал құрылыс қарқыны төмендеген соң баға көтеріле береді. Біз тұрғын үй сатқан кезде төлемейтін едік. Енді жаңа салық кодексінде енгізілді. Бұл жерде қарапайым халық зардап шегуі мүмкін. Себебі құрылыс компаниялар міндетті түрде 10-15% қосады. Яғни үйдің бағасына міндетті түрде осы көлем қосылады, дейді салық сарапшысы Жанар Қожабаева. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.